Ал көпшілік бүгін мына арнайы бір құрбан шалып, мал сойып, қан шығарып, Алланың разылығы үшін деп, Құдайдың разылығына жетейік деп бір тілеу тілеп жатыр екенсіздер. Тілеу дастархандарыңыз, тілеу ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла тағала шалған құрбандарыңызды қабыл етсін. Бұл енді ежелден бар осы біздің ұлтымыздың дәстүрі, осындай бір зәру кезде, қағыршылық заман болғанда тасаттық беріп, Алладан жаңбыр сұрайды. Апат болғанда, үлкен бір халық қиналғанда, өстіп құрбан шалып, Алланың разылығы үшін сұрайды. Бала күннен көріп жүрген дүние. Осы құрбандықты кімге шалып жатсыздар? Бірі анау Қастер Мұсақанұлы деген, екіншісі Мұрагер Әлімұлы деген екі бауырымыздың басына осындай бір алмағайып ауыр күн туып, сондай қатты қиналып, міне тау асып, тас басып, темір етігі тебендей, темір таяғы, темір етігі теңгедей, темір таяғы тебендей болып, арып ашып, өстіп еліне, жеріне жетіп, пана сұрап отыр. Саясаттың тілімен айтсақ, саяси баспана сұрап отыр. Енді осы бауырымыздың Мұрагер Әлімұлының әпкесі келіп отыр. Атын кім? Гүмай Әлімұлының әпкесі міне жаңа Мұрагер Әлімұлын көрдік қой, міне бәріміз телевизордан көрдік, міне бір туған аумай отыр, түрі де бет жүзі әлпеті келіп отыр. Туған әпкесі? Туған әпкесі міне жаңа айтып отыр, сол мына ақпарат шулап дүр көтерілген кезде әпкесі естіп келіп отыр екен. Мұрагерлер енді бірден осы ақпаратқа шығарғанда мына жақтағы әпкелерін де таппаған ғой міне тіке. Солай ғой, сол ақпараттан естідің ғой, өстіп міне келіп отыр екен. Енді осы не дейміз? Біз дұғаның ішіндеміз. Біз дұғаның ішіндеміз міне. Осында міне Атажұрт еріктілерінің міне барлық мүшелері отыр, міне Бекзат Мақсұтханұлы бауырымыз бастаған, міне Оралбек бастаған, міне Бақытжан аға Жасұзақ бастаған, Дәулетжан Шаймұран бастаған, міне осы Атажұрт еріктілерінің ескі жаңа мүшелері, мына бауырларымыз жастар, бәрі. Осы Нұраділ бауырымыз бар, өстіп міне осы қатысып, ұйымдастырып тағы алыс жақын болып келе алмай қалғаны бар. Өстіп бір құрбандық шалып жатыр екенсіздер. Алла ниеттеріңізді қабыл қылсын. Мынау енді Ұзынағаштың кафенің аты не? Тамаша кафесі. Өзі айтқандай тамаша мәселе шалынған құрбандықтың динозавр болуы міндет емес. Динозаврды құрбандыққа шалса Құдай қабыл қылады деген қаңғысқа ештеңе естімедік. Бір қой шалып, ол бастысы ниет, халықтың ниеті. Бұл екі жігіт түбі азаттыққа шығады деп сеніммен айталам. Себебі Аллах әлім ғайыпты болжау күнә, бірақ бұлай саяси болжам жасауға болады. Былтыр 2018 Сайрагүл Сауықбай осы шекарадан асып келіп, содан оны Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі тұтқындаған кезде 2018-дегі жағдай былай болады. Сайрагүлдің мәселесін ең алғаш болып көтерген біз аса Атажұрттың жігіттері. Сайрагүлдің қайнысы Нұрболат ең алғаш сол мені іздеп келді. Екеуміз сөйтіп, мына саяхатта кездесіп, содан видео түсіріп, марқұм шешемнің соткасы менен Нұрболатты сөйлетіп түсіріп видеоны, сол видеоны таратып көрдік. 2 сағатта тұтас батыстың ақпаратын шу өткіздік. Негізі Сайрагүл қызының соткасына маған хат жазған екен, бірақ 10 мың сообщениенің ішінде қалып мен оқымаппын. Ол ұсталмай тұрып менен кезігем деп айтқан екен. Бірақ ештеңе айтпаған, құпия кездесу керек еді дегенде қойған. Оны мен оқымаған, звондап келіп іздеп сөйлесу керек еді. Содан Сайрагүл ұсталды, бірден жаңағы Жаркентте уақытша қамауға қамалды. Ал енді былтырғы Сайрагүлдің қашып келгендегі оқиғасы менен биылғы мына екі батырымыздың келген кезіндегі жағдайды салыстырайық. Былтыр Қытай консулагерді мойындамаған кез. Биыл Қытай консулагерді мойындады. Былтыр Қытай азуын айға білеп арыстандай ақырып тұрған кез. Биыл Қытайдың жүні жығылды. Былтыр Қытайға
сауда соғысы басталмай келіссөз жүріп жатқан кез. Биыл Қытай сауда соғысында жеңілді. Былтыр Қытай концлагер туралы бүкіл дүниесіне бет бақтырмай тұрған кез. Биыл Қытай концлагердегі куәгерлер, бізде мың сан куәгеріміз бар. Орынбек Көксөбек бар, Гүлзира Әуелхан бар, Қайрат Самархан бар. Санасаң деген бәленбай адам, соның бәрінің Қытайды мойындатқан кез. Былтыр бізде елбасы бар болатын. Бізде елбасымыз демалысқа шығып, бізде президент бар. Енді әзілдеп айтқан кезде, былтырғы халықаралық жағдайда қатты қиын болды. Былтырғы халықаралық сондай қиын жағдайда біз Сайрагүлді аман-есен алып қалдық. Халық көтерді. Былтыр біз Қытайдағы қысым туралы әңгіме айтқан кезде қазақтың өзі сенбейтін. Ол солай ма, шын ба деп, қаншама өсек, анау, мынау ойбай арандатушы деп, осы Қытайшылдар және олардың сатып алған жалдамал жазғыштары әлеуметтік желіде біздің аузымызды ашқызбайтын. Биыл тұтас Қазақстан халқы өз көзімен көрді, сенді. Қытайдың жағдайы бүкіл дүние жүзіне әшкере болды. Қытайдың жақтап, ақтап жазатындардың биыл үні шықты ма? Биыл Қытайды ешкім ақтай алмайды. Былтыр анау шашы бары да, шашы жоғы да Қытайды ақтап, Қытайды судан ақ, сүттен тазағын жіберетін. Биыл міне біреусі Қытайды ақтай алмайды. Неге? Әлем алдында масқара болды. Енді осы жағдайдың бәрін салыстырып келіп қарап, мен өзім бүйтіп тыныш жатуға ойлана. Мен бұл екі жігіттің шаруасына кірісіп жүрген жоқпын. Міне Бекзат Мақсұтхан бастаған, міне Гүлжан Тоқтасым бар, Құнанбай Байжен ағамыз бар, Дәулетжан Шаймұран ағамыз бар, міне Сейт бар, Сейт Шежінбекұлы, осы Атажұрттың жігіттері. Ана жерде Әбілқайыр Төлеуханұлы бар. Ескі жаңа Атажұртты білесіздер. Бізде қазір сол бұрынғы Атажұрт негізінен сол 100 мүше дегесек, соның 99-ы бізде. Сондықтан былтырғы жағдай Сайрагүлдің жағдайымен салыстырғанда биылғы мына екі жігіттің жағдайы әлдеқайда жеңілге тоқтайды деп ойлаймын. Биыл қазақ халқының оянған жылы, қазақ халқы Қытайдың кім екендігін таныған жыл. Былтыр қазақтар Қытайға деген бір жақсы сезіммен, сүйіспеншілікпен, махаббатпен қараса, Қытайды Димаштың әніне еліккен, әңгімар халық деп, Джеки Чен сияқты деп сүйкімді деп қараса, биыл 100 қазақтың ішінен сұрасаң, сол жоғары жақта отырған санаулы кісілерден басқа 99-ы Қытай десе төбе шаштырып тұратын болды. Биыл енді мен ойлаймын, біздің жоғары жақтағы кісілерде билік ұстап отыр, оларда жаңағы ақымақ бола қоймас, халықтың ашуымен, ызасымен ойнауға келмейді. Былтырғы Сайрагүлдің жағдайында сондай қиын кез, Америка, Трамп миллиардтап санкция салмаған кез, Қытай концлагерді мойындамаған кез, бүкіл биыл деген бүкіл әлемнің тілшілері барып тұрып, спутникпен түсіріп тұрып, Қытайдың қоғын қылмысын ашып, түрмелердің лагерлерін көрсет, бүкіл дүниесіне Қытайды масқара қылып болған кез. Қай жағынан қарасаң да былтырғы Сайрагүл оқиғасымен салыстырғанда биылғы екі жігіттің кезіндегі халықаралық жағдай және мемлекеттік жағдай бізге тиімді. Оның үстіне мына біздің қазіргі басқарып отырған президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұзақ жыл дипломатиялық салада жұмыс істеген адам, шетелдің жағдайын білген адам, халықарамен, шетелмен, халықаралық ұйымдармен жұмыс жасаған адам, былайша айтқан кезде дүниежүзілік ауқымды бағалай білетін адам деп ойлауға болады. Екеуің тоқташы, мен сөйлейін. Бірақ кішкентай, мен ұлдарым ғой, менімен жағаласып сөйлеп жатқан. Сол, менің айтайын дегенім, Сайрагүл Сауытбай міне қазір бүкіл дүние жүзіне атағын шығарды. Сайрагүлді көріп отырсаңыз таңырқайсыз. Сайрагүлдің жазған мақаласы міне осы бүгін шыққан мақала, не оқып мәз болып қарық болып отырмыз. Қазір мен көрсете салайын сіздерге. Сайрагүл міне шығып алып, не дейді? Міне, a million people are jailed at China's Gulag. I managed to escape. Here's what really goes on inside. Сайрагүл Сауытбайдың мақаласы міне 2019 жылдың 17 қазаны түнгі сағат 23:23-те жарияланыпты.
авторы Дэвид Стауроу деген журналист жазыпты. Міне сол мақала ғалым қарайсал. Сайрагүлдің мақаласы. Бұл деген сөз не? 17 қазан бүгін бар? Кеше ме? Кеше сағат 11-де жариялаған мақаласы. Ал енді міне жерде Сайрагүліміз тұр, міне біздің батыр қызымыз, Сайрагүлдің суреттері жарияланған. Мұндағы мақсат не? Мұндағы мақсат Сайрагүл міне бүкіл дүние жүзіне Қытайдың қылмысын ашты. Сайрагүлге Алла разы болсын, екі құлының қызығын көрсін. Міне Сайрагүл сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Қытайдың қылмысын ашты. Оның күйеуі Уәли Сіләмұлына да Алла разы болсын. Екі қошақаны да бізде сағындық. Қандай сүйкімді баладары бар еді. Әр сот сайын сол міне ғалым. Әр сот сайын сол баладарының көзіне қарап менің жүрегім езілетін. Мына Сайрагүлден Уәлиден бұрын мына екі баланың жүрегі езіліп кетті-ау. Мына екі бала обал болды-ау деп тұрып менің жүрегім ауыратын. Сол Сайрагүлдің кезінде анау бір оңбаған мұнафиқ, екі жүзді сатқын, табанның бірі жоқ оңбаған жаңағы адамнан туып иттің жолына түсіп кеткен, ішіне жын кіріп кеткен оңбағандар не деп жазды? Сайрагүл Сауытбайдан саясаткер жасаудың керегі жоқ деп жазды. Сол кезде. Сайрагүл Сауытбайды біреулер Рәбия Қадыр жасамақшы дейді. Мен білем оның ана қурап қалған денесінде саяси бір ақпарат жоқ. Ол Рәбия Қадырдың кім екенін де білмейді, ол қурап қалған қурай қатындар. Ол Сайрагүл Сауытбайдан Рәбия Қадыр жасаудың керегі жоқ деп, оны білдей бір үлкен басылымдарға жариялатып, газеттер, телеканалдар жерден жеті қоян тапқандай болып жариялап, Сайрагүл ана дейді. Ол баласын аңсап келді. Одан саясаткер жасамау керек дейді. Әнекей. Сондағы мақсат не? Сайрагүл Қытайдың қылмысын ашпасын деген сөз. Екеуің тынышталшы, мұнда әкесі сөйлеп тұрғанда. Бұл жерде басқа бала жоқ, менің екі ұлымнан басқа. Содан сол Сайрагүл міне солардың үмітіне қарсы, солардың ниетіне қарсы міне бүкіл дүние жүзіне Қытайдың қылмысын ашып жатыр. Былтырғы Сайрагүлдің үнін өшірмекші болған ұлтқа қарсылар, қазақтың ішінен шыққан мұнафиқ сатқындар енді бармақтарын тістеп, тізелерін құшақтап, өкініп отырған болуы керек. Бір нәрсе шындық. Біз мықтылығымыздан жеңген жоқпыз. Атажұрт немесе Серікжан мықтылығынан өсті оларды жеңген жоқ. Жалпы бір нәрсені түсіну керек. Қазірге дейін чәуілдеп біздің артымыздан өсектеп үріп жүрген, қолында лицензиясы бары бар, жоғы бар, ұлтқа қарсы жұмыс істеп жатқандар бір нәрсені түсіну керек. Аққа Құдай жақ. Аққа Құдай жақ. Біз Құдайдың ақиқатын айтушылармыз. Біз қазақтың мүддесін қорғаушылармыз. Бізге қарсы не бір әулиең шықты. Атағы Алатаудай жазған кітабы тонна болған әулиелерің шықты. Ит болып қалды. Шындық па? Осы уақытқа дейін бүкіл халықты артынан ерткен, бірақ әлі Құдайдың құдіретімен маскалар жыртылмағандар шықты. Кім екендіктер білінді ма? Білінді. Осы уақытқа дейін ел жұрт әулие көріп, әмбие көріп, сыйлап жүргендердің кім екені білінді ма? Білінді. Оны біз ашқан жоқпыз. Құдай тағала олардың Құдайға қарсы қылығы үшін, олардың Құдай сүймейтін қылығы үшін, олардың бетіндегі өтірік перделерін, халықтың алдындағы жалғаннан жиып алған образдарын тас-талқан қылып, жыртып чақ-шәлекейін шығарыр. Яғни бұл жерде мәңгі жеңімпаз кім? Құдай. Кім Құдаймен алысады, кім Құдайға жау болады, ол 100%, еш күмәнсіз, еш кәдіксіз, еш шүбәсіз Құдаймен алысқан адам жеңіледі. Құдаймен алысса кім де жеңіледі. Сондықтан Құдай тағала өзінің сүйетін құлдарын қорғаушы. Құдай тағала өзінің сүйетін құлдарын қорғаушы. Сондықтан бұл жерде жаңағы адамдардың жеңілуін, масқара болып жеңілуін, атағы абыройынан айырылып тұрып жеңілуін, осығанға дейін қасықтап жиған, ало, тұра тұршы, қасықтап жиған абыройын ұмыт тастатып тұрып, айырылып тұрып, өстіп мәңгі бақи қарабет болып тұрып жеңілуінің бір ғана шындығы бар. Ол
олар Құдайға қарсы болды. Сондықтан мәңгі жеңімпаз, ежелден бар және мәңгілік, ешқашан тумаған, туылмаған және өлмейтін, ешқашан уақыттың есебінен тысқары мәңгілік Алла Тағаланың бір ғана сүйетін нәрсесі бар, ол шындық, ол ақиқат. Сондықтан бұл жерде аталмыш саясаткерлер, аталмыш алаяқтар, аталмыш жаңағы артистер, аталмыш жаңағы екі бетке мұнафиқ жүзі қаралар, ол кім болса, ол болсын, әулие болсын маған десе, заңгер болсын, журналист болсын, кім болса ол болсын, ол ақиқатқа қарсы шықты, масқара болды. Сондықтан тағы бұл жерде мына қашып келген екі бауырымызға мен енді міне тісімді чықыр-чықыр еткізіп, былайша айтқан кезде жаңағы тордағы арыстандай болып, ызам келіп, ақыра алмай, құмарымнан шыға алмай, 7 жылға саясатқа кірмейді деген шектеуменен отырмын. Бірақ осы ата жұртты Бекзат Мақсұтхан бастаған, артында мына қалың азаматтар ерген, міне Құнанбай Байжен ағамыз бар, Сейіт Шежінбек бар, міне Оралбек Зағыбар бар, Дәулетжан Шаймұран бар, міне ат аталған, аталмаған бар, міне осы қатарда міне ғалым Рақыжан бауырымыз бар, Астанадағы Мелдатқан Самат бар, Мелдатқан Айтқали, осы Гүлжан Әлші Әбілқайыр Төлеуханы бар, бұрынғы соңғы ата жұрттары ескі жаңа мүшенің барлығы міне қолдап осы тақырыпты көтеріп, осы мәселені жеріне жеткізіп жатыр екен. Біз тек разылықпен осы азаматтардың ісіне сәттілік тілейміз. Сәттілік тілейміз. Енді мына әлеуметтік желідегі қыңсылаған бұралқы иттердің дауысын естіп тұрмыз. Ол бұралқы иттерге тағы бір мәрте ескертеміз. Сендер Құдайға қарсы болмаңдар. Ата жұрттың жігіттері өстіп, содан мына жігіт бүйтіп дейді, ей, атаға нәлет, қарғыс атқыр, ұрпағына дейін қарабет болып кеталсыңдар. Шаман келсе, мына екі жігітке тиініңмен көмектес. Ақылың асса, ақылыңмен көмектес. Мына ұлт болып үйсатын кезде бір-біріңді түтеп, бір-біріңді сотқа сүйремін деп қарабет болмаңдар. Осы мәселені көтерген 3 жылдан бері қанша адамдар тасталған болды, соны бір ойлаңдар. Алланың ақиқаты келген кезде тау келсе сүземіз, тас келсе шайнаймыз, анау мынауыңа қарамаймыз, абыройыңды дайрандай төгеміз, біз емес Алла төгеді. Себебі көрнекінде, көмескінде білуші Алла Тағала сенің бетіндегі маскыңды жыртқанға Алла Тағала асықпайды. Бүгін болмаса ертең қарабет боласың. Сондықтан мынау қорлық көрген, зорлық көрген азаматтарымыздың құқын қорғап жүрген сіздерге Алла разы болсын. Ата жұрттың жігіттері, қыздары, сендерге Алла разы болсын. Міне бүгін Құдай тамаққа шақырып жатыр екенсіңдер. Біз енді саясатқа кірмейміз, енді сол. Кешеде бір тойға бар, бір тойда 6 баланың аузына түкіріп қайттық. Тегін. Ақша төлемеймін. Жуырда енді салық комитетіне өтініш еттік, сол ауызға түкіруден табыс салығын төлеуі мүмкін. Әзірше мына тіркелмеген, заңды тіркелмеген, салық комитетіне тіркелмегендіктен ақша алмай жүрміз, тегін түкірмейміз. Енді мен сотқа сүйрей қоймас жаңағы. Тегін түкіріп, ақша тауып жүр деп, жаңағы тіркелмеген ауызға түкіру компаниясының басшысына сотқа сүйремесе болды. Ал істеріңе сәттілік ата жұрттың азаматтары. Міне мұрагердің апайда келіп отыр екен, осы оқиғадан кейін. Не дейміз, дұға жасап жіберейік. Ежелден бар мәңгілік, ежелден бар мәңгілік, тумаған, туылмаған, тең жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, шексіз құдіретті, мәңгі тірі Аллах Тағала біздің осы басына қиындық түскен екі бауырымыз, мұрагер Әлімұлы менен Қастер Мұсаханұлы бауырымыздың басында қиын жағдайды жеңілдетсін. Мұрагер Әлімұлы мен Қастер Мұсаханұлы бауырымыздың Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы болып, өзінің ата-бабасының мекенінде толыққанды бір азамат болып, аман есен өмір сүруін несіп қылсын. Мұрагер Әлімұлы мен Қастер Мұсаханұлы бауырларымызды біздің билігіміз Қытайға қайтармас екен, жаудың қолына бермес екен, торғайға, бұтаға паналаған торғайды аман қалап, елімізді сол
торғайға пана болатын бұта құрлы бола алмады деп әлем алдында масқара қылмас екен. Мына халқымыздың ашу ызасы қайнап тұрған сәтінде, көзі ашылып көкірегі оянған сәтінде халықтың санасы мен сезіммен ойнамас екен. Мынау қазақ дейтін халықтың жүйкесіне тимей, осы елге, жерге, отанына оралған бауырларымызды аман сақтап қалса екен. Әрбір ұйқыда жатқан қазақ оянса екен. Әрбір өзінің ісінен басқаның бәріне немкетті немқұрайлықпен қарайтын қазақ, әрбір қазақты менің жалғызым деп, соның ісін өз ісі біліп, соның мұңын өз мұңы білетіндей ұлтшыл, отаншыл болса екен, мемлекетшіл болса екен, қазақтарды наркөздайтын, қазақтарды ұйықта шүкір қыл, ұйықтай бер, толай берсін, мұрдай берсін деп қазақтарды мәңгүрттікке бастайтын сектанттарды құдай атсын. Қазақтың әрбір азамат ояу, көз ашық, көкірек ояу болсын. Ел үшін, жер үшін, отан үшін, ұлттың намысы үшін кеудесін керіп, кеудесін оққа төзетін қазақтың ұлы мен қызы көбейсін. Әмин.